Саламатсыздарбы балалар, 139 есебімізді шығарайық. Бұл есепте тік бұрышты параллелепипедтің енінен ұзындығы 3 есе артық дейді. Ал биіктігі 2 есе кем дейді. Ені, демек бізде несі белгісіз? X деп біз биіктігін алайық. Яғни биіктігі X екен. Енді бізде ұзындығын A деп белгілеп қойайық. Ұзындығы A. Ол 3 есе артық енінен, демек мына жерде 6x болады. Ал ені болса, мұнда 2x болады. Енді осы бойынша біз теңдеу құрастырсақ болады. Яғни h бізде x болды, ол биіктігі. Ал A бізде ұзындығы 6x болды. Ал бұл қабырғасы деп алайық, келесі қабырғасын енін бізде 2x-ке тең болды. Енді осы үшеуінің қосындысы дейді 54 см дейді. X қосылған 6x қосылған 2x тең болады 54 сантиметрге. Енді мына жерде x-терді қоссақ 9x болады, тең 54. X-іміз тең болады 6 сантиметрге. Біз нені таптық? Яғни h бізде не еді? H-ты таптық. H-ымыз бізде 6-ға тең екен. Ол биіктік. Биіктігін таптық. Енді бізге биіктігін таптық. Енді қабырғасын енін тауып алайық. Ені B деп алайық. 2x-іміз бізде 2 көбейтілген 6, ол 12. Ол ені деп жазып қойын, ені. Енді біз келесі A. Бізде не еді? 6 көбейтілген 2-се 6-ға көбейтеміз 6-ны. Ол 36 не болды? Ұзындығы болды. Бұл есепте көлемін тауатын арнайы формула бар. Жаңағы A көбейтілген B ені мен ұзындығына және оның биіктігін көбейтеміз. Биіктігін h деп белгілейді. Енді бізде ені де белгілі, ұзындығы да белгілі, және де биіктігі де белгілі. Соны табамыз. A-ның орнына қоямыз 36-ны, B-ның орнына қоямыз 12-ні, және де h-тың орнына 6-ны қоямыз. Енді үшеуін көбейтейік. 2592. Біз бұл жалпы барлық көлемін таптық. Бізге боялған көлемін ғана табындар дегендіктен, ол тең жартысы болғандықтан, осыған біз не істейміз? 2-ге бөлеміз. 2592-ні бөлеміз 2-ге тең. Яғни 1292. Бұл бізде сантиметр куб болады. Сантиметр куб. Яғни, балалар, сіздерге тағы бір нәрсе айтайын. Сантиметрлер көбейтілген кезде, мысалға сантиметрді біз сантиметрмен көбейтеміз ғой. Сол кезде олардың негіздері, яғни сантиметрлер бір-біріне қосылады. Мына жерде, яғни 3 сантиметр көбейтілді, ол бізде 2 сантиметр куб болады. Демек, бұл есебіміздің жауабы 1292 сантиметр куб.